Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен холодильникте қалып қойған, ішуге жарамсыз болып қалған, ашып кеткен айран сүттерден жұмсақ, әдемі творог жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыра кетуіңізді сұраймын. Қазақша контенттің дамуына үлес қоса кетіңіздер. Алдымен кастрюлемізге барлық айрандарымызды құйып аламыз. Жалпы басқа да кез келген айранның түрін пайдалануға болады. Көріп тұрғандарыңыздай көпіріп тұр, ашып кеткен айрандар. Айранның барлығын құйып, осы тұрған күйінде артық еш нәрсе қоспай, газге қойып бір қайнатып аламыз. Бір бұрқ етіп қайнаса болғаны. Сосын оны міндетті түрде суытамыз. Суытқан кезде сары суы бөлек, творогы бөлек, екі бөлініп тұрады. Сосын творогтарымызды ситодан сүзгіден өткізіп жинап алатын боламыз. Осылай барлық творогымызды сары суынан ажыратып жинап аламыз. Сондай жұмсақ, әдемі, нәзік творогтар шығады. Егер үгітілмелі творогты қаласаңыз, сол айрандарға 1-1,5 метр сүт қосып жіберсеңіз, үгітілмелі шашыраңқы творогтар шығады. Менде тек айрандар болған соң, айранмен де осылай жұмсақ творог жасауға болатынын бөлісіп жатырмын. Жалпы творогтармен түрлі тағамдар жасауға болады. Творогтың өзінде оған қант қосып, қаймақ қосып, немесе түрлі вареньелеріңіз болса, вареньелерді араластырып, балаларға, үлкен кісілерге берсеңіздер, өте қатты ұнары сөзсіз. Тіптен осы творогтан қалған сары суды төгуге обалсынып, бұрында әжелеріміз осыдан нан илеген екен. 3-4 бакалашка айранның өзінен менде осындай үлкен бір кесе творог шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.